Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен білім атты тақырыбымызды бастаймыз. Яғни білім арқылы сендер білім аласыңдар, мектепте білім аласыңдар, сол білімдеріңді шыңдау үшін түрлі қосымша сабақтарға барасыңдар, олимпиадаларға барасыңдар. Біреулерін спорт жағынан алатын болсақ, спортсмен боласыңдар, екіншілерін білім арқылы ол пәндік олимпиадаларға қатысасыңдар. Сондықтан сендерге мынандай сұрағым бар. Балалар мындай сұраққа жауап берейік. Қыркүйек күні, бірінші қыркүйекте біз сіздермен қайда барамыз? Вика, қайда барамыз? Біз мектепке барамыз. Мектепке барғанда бізге білімді кім береді, Тимур? Мектепте біз білімді оқушылар және мұғалім. Мектепте бізге білімді кім береді? Мектепте бізге білімді мұғалім береді. Мұғалім береді. Жақсы қол. Ал бастаймыз. Жақсы тілектер бір-бірімізге айтайық. Алай Сұлтан айта ғой. Саған жаңа оқу жылында көп күшті бағалармен сәттілік тілеймін. Жақсы, келесі кім? Мен сенімді болып ешқашан беремін. Добрый день. Келесі. Енді балалар, сендер бір-бірлеріңге табыс тілектер айттыңдар. Енді мен сендерге тілейтінмін. Сенім, табыс, мейірім, еңбек, жақсылық тілеймін, білім ең бастысы тілеймін, шабыт тілеймін, үміт тілеймін, арман. Яғни осы тілектердің барлығы сендерге ол үшін не керек бізге? Қайрат керек, мақсат керек, әрине бізге жеңіс керек, қуат, ақыл. Балалар, енді біз сіздермен бір-бірімізге тілек айттық. Бір-бірімізге тілек айтқаннан кейін қандай арман мақсаттар қойдық. Қалай ойлайсыңдар? Білім бізге не үшін керек? Білім бізге не үшін керек? Не үшін керек, Айсұлтан, бізге білім? Білім бізде білім жоқ болса, біз жақсы жұмыс таба алмаймыз. Жақсы. Келесі. Неліктен оқу маңызды? Неліктен оқу маңызды? Вика, как ты думаешь? Неліктен оқу маңызды? Келесі балалар. Енді сендердің мақсаттарың, балалар, онда қараңдар. Келесі біздің мақсатымыз, қараңдар. Менің мақсатым. Жақсы оқу үшін біз өзімізге қандай мақсат қоюымыз керекпіз? Жалпы білім бізге не үшін керек? Білімді болу үшін қандай іс-әрекеттер жасауымыз керек? Соны жаңағы мен берген сендердің стикерларға жазып, мына жерге қойыңыздар. Жақсы ма? Ал кеттік. Бірінші. Шауға, Максимилиан. Жақсы оқу. Оқу. Жақсы оқу. Келесі. Китап оқу. Кітап оқу, жақсы. Тапсырмалар жазу. Сөздерді жаттау. Жақсы, келесі. Елизабет. Ерте тұру. Ерте тұру, жақсы. Керемет оқуға. Керемет оқу. Оқылы кітаптар. Көп кітап оқу, жақсы, келесі. Менің мақсатым көп тілді білу, түрлі сабақтарды білу. Сендердің мақсаттардың біреулерін ерте тұру болды. Кітап оқу, спортпен айналысу, тапсырмаларды орындау, жаңа сөздерді жаттау. Осылардың барлығы сендерді білімді болуға жетелейді, Енді балалар, ұлы даналарымыздың, ұлы ақындарымыздың білім жөнінде айтылған көптеген өлеңдері бар, нақыл сөздері бар, мақал мәтелдері бар, Біз келесі орындайтын тапсырмамыз, ол сендер қандай өлеңдер білесіңдер? Сол өлеңдерді маған айтып шықсаңдар, Білім өмір кілті екен, ер жүрекке нұр сепкен, оқығанын ұры арманы алды тұр еткен. Жақсы. Келесі. Максимилиан. Әрбір сабақ өмір керек азап, талаптан еңбек
істем, болып шығамы болар жарық. Сызы дана өсиет, жол көрсетер әрдайым, біліммен биік шыңға шығамымен талмайын. Білім өмір кілті еткен, ол жүрекке нұр сепкен, оқығанын ойы озық, арманы алда тұр жеткен. Енді келесі балалар, біз мына жақтан бастайық, иә? Мынау сендерге додо карта сияқты, иә? Берілген суретті мақал мәтелдер, сол мақал мәтелдер арқылы, сурет арқылы қандай мақал мәтел бар екен, иә? Соны оқып шығыңдар, иә? Ал кеттік, бірінші топ сендерге. Білім өмір шырағы. Жақсы, рахмет. Келесі, сізге жазып тұрған. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Жақсы, рахмет. Келесі. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күні жоқ. Рахмет, все болды. Айсұлтан, не сөйлеп жатсың? Телефон қарап отырмасай? Сабақ оқып шаршадым, оқымай-ақ бай болуға болады ғой. Байлық бәрі емес, білім болса ғана адам боласың. Телефон бар кезде кітаптың керегі не? Телефон бәрін білмейді, ол адам болу керек. Сонда оқымасам не болады? Оқымасаң, жұмысқа барсаң, сенен диплом сұрайды, дүкенге барсаң, ақша сұрайды. Ал білімсіз бәрі қиын. Жарайды түсіндім, телефон ал, құрал ал, білім ол өмірге жол. Дұрыс айтасың. Бүгін оқысаң, ертең өкінбейсің. Білімсіз өмір, бос өмір, білімді ұрпақ жарқын болашақ. Сонымен балалар, жаңағы сендердің көрініс арқылы не түсіндіңдер? Яғни білім ол болашақтарын сендердің жарқын болады. Сондықтан телефонда емес, барлық білім ол қайда? Оқулықта, кітапта. Сондықтан сендер телефонмен бос уақыт өткізбей, жаңа сендер жаздыңдар ғой, менің мақсатым кітап оқу, ерте тұру, сөздер жаттау, сол сияқты телефонда өмірлерін өткізбей, кітап оқып, ерте тұрып, сабақ оқып, үй тапсырмасын оқып, өмірлерін өткізу керек. Рахмет балалар. Қандай қорытынды жасадыңдар өздеріңге? Қандай қорытынды жасадыңдар? Қандай болу керек екен, иә? Мен өзіме осындай қорытынды жасадым. Керек қатты керек нәрсе емес, бірақ оқулық ол өте керек нәрсе, себебі оқулықсыз біздің миымыз жоқ, біз дұрыстап Дамымаймыз. иә. Жақсы, рахмет. Балалар, енді қараңдар, мына сурет қандай мақалды шығарады екен білім туралы? Соны қарап шығыңдаршы. Қандай мақал мәтел шығады екен? Иә. Білікті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Иә, білікті бірді шығар, білімді мыңды шығар, иә? Қандай болады? Кітап білім болағы. Кітап білім болағы. Жақсы, рахмет. Келесі. Сонымен балалар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыз аяқталды. Өте пайдалы ақпарат алдық. Сендер білім туралы, өнер туралы, жалпы кітаптың өмірдегі орны туралы білдіңдер. Сендер оны білдіңдер де, және практика тәжірибе жүзінде сол жайлы айтып шықтыңдар. Сендерге көптен көп рахмет. Бүгінгі сабақтарымыз аяқталды. Қош болыңдар. Білім таусылмас қазына тақырыбындағы тәрбие сағаты оқушылардың білімге деген көзқарасын қалыптастыруға, танымдық қызығушылығын арттыруға және ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруге бағытталған. Сабақ барысында ойын технологиялары, топтық жұмыс, мақал мәтелдермен жұмыс, көрнекі тапсырмалар және сахналық көріністер тиімді қолданылды. Бұл әдістер оқушылардың белсенділігін арттырып, өз ойын еркін жеткізуге, пікір айтуына және бірлесіп жұмыс жасауына мүмкіндік берді. Әр кезеңде оқушылардың ойлау, сөйлеу және шығармашылық қабілеттері дамып, білімін өміріндегі маңызын терең түсінуге бастады. Көрнекілік пен креативті тапсырмалар олардың қызығушылығын оятып, сабаққа жағымды эмоциялық ахуал қалыптастырды. Сабақ соңындағы рефлексия арқылы оқушылар өз әсерлерін білдіріп, алған білімдерін саралады.